Мына бүгін баклажандардан керемет бір дәмді тамақ жасаймыз. Оған керегі баклажандар мына огородтағы, сосын чеснок, сосын жұмыртқа. Бізге көп керек емес, 2-3 жарайды. Сосын салқын суға тұз салып, қазір мыналардың сыртын ашып, соған салып қоямыз бір 10 минуттай. Ішіндегі баклажанның горичи болады, ащы, сол кету үшін. Сосын керегі ұн. Сол енді күтіңіздер видео. Мінекей тазалап алдық. Енді осыларды бүйтіп тілше қылып тілеміз. Әдемі болу үшін осылай түбін қалдырып тілше қылып бәрін тіліп шығамыз. Әрі тез пісу үшін. Тілше қылып тілдік, араларын ашып, мына жағында солай істейміз. Кішкендей баклажандарға тілше болып тілінді бәрі. Түсіп қалып жатыр тілшелер. Соны мына тұзды суға, тұзды су, соған батырып салып қоямыз. Ол горечи кету үшін. Әдемі болу үшін. Үлкен баклажан болса, одан да әдемірек шығады. Тілше болып бөлінді. Мына жерді тағы да бөліп жіберейік. Тілшелерге бөлінді. Солай біз суға саламыз. Как раз ішіндегі дәндері де кетеді. Мына жері түсіп қалмау керек қой. Жілеу алдым шамалы. Жаңағылар түсіп атқасын түсіп қалып жатыр. Сол түспеу үшін жаңағыдай веер сияқты болып тұру үшін қой анау. Әдемілік үшін ғой бәрі. Төрт қасық ұн саламыз. 1, 2, 3, 4 қасық ұн жарайды. Сосын 2 жұмыртқа. Көбірек болсын десеңіз 3 жұмыртқа болсын. Сосын бір зубчик чеснок салып жібереміз. Малдарында қағаттасы жатыр. Аз болып қалса тағы бір жұмыртқа қосып жіберіңіз болады. Мінекей араластырып жатыр. Мен тағы да бір тісше чеснок қосып жібердім. Жаңағы жұмыртқаны да біреу қосып жібердім. Мен нені толтырып алған екем ұнның қасығын. Ол маған қою болып көрінді. Қазір мен баклажанды ыссы суға пісіріп аламда бір 4-5 минуттай. Сосын алып, сосын қуырам ғой. Сол кезде сұйық болып тұру керек. Сол үшін. Мінекей мен тағы да 3 баклажанды ашыдым. Сіздерге веерлер тағы да түсінікті болу үшін көрсетіп жіберейін деп, анау аз болып қалар деп. Мінекей. Осылай. Аралар ашылды. Енді оны тағы да осылай істейміз. Неғұрлым жұқарақ болған жақсы ғой пісуге. Мінекей, веер болып шықты. Көрдіңіздер? Түсіп қалмаған жақсы енді. Тұзды салып қойдым суға. Соның ішіне нан тағы да батырам. Көрдіңіз? Су таза. Айын болғаннан кейін мына жақтағыдай болып, жаңағы тұзды суда горечи шығып, қоңыр шығады.
ішінің мынау ащысы шыққаны. Баклажанды кесемен бастырып қойдым. Жоғарыға көтеріліп кетпесін деп. Мінекей. Мынаны да солай. Солай. Бәрін бөлдім. Енді мінекей. Tamam koy. Vay böleyim. Мынадай болып бөлінген жақсы. Бірнеше веер болып соны мынаған салам. Жаңағы баклажандарымыз қайнап жатыр. 4-5 минут қайнау керек. Кішкене азайтып қояйын. Гүлназым, Али да шығайын деп жатыр. Веер соны мына суға, тұзды суға малып қойып жатырық. Тұзды суда тұру керек. Мынамен үстін бастырып қояйын. Көтеріліп кетпей, осыда тұр. Мінекей мына баклажандарды енді аламыз. Осылар жақсы болып. Жұп-жұмсақ болып пісті. Енді езіліп кетпеу керек. Оны мен сағатқа қарамаппын. Өзім 4-5 минут деп айтып. Тездетіп алып, қазір ана неге аунатып алып, сосын клярға, жаңа соусымызға. Содан кейін қуырып алу керекпіз жылдам. Мынаны алдық. Енді мына клярымызға аунатып алу керекпіз. Сосын майды шығырып қойып, қазір мінекей үзіліп кетіп жатыр. Демек пісіп кеткен. Сондықтан сіздер қатты пісіріп жібермеңіздер, сағатқа қарап отырып. Мына қайнап жатқан суымызға мынаны саламыз. Мінекей. Мынаны дайындап қойдық қой. Оны енді тез алуға тырысам. Сағатқа қарап, мінекей. Мына қайнап жатқан суға пісіріп алайын. Веер болып тұр. 4 минут. Менікі баклажандарым кішкентай ғой. Мүмкін 3 минутта да пісіп кетуі мүмкін. Мына суды көрдіңіз қоңыр, оны төгіп тастаймын, мынаны содан кейін жіберемін. Қазір мынаны төгіп тастаймын. Төгіп, мынаны қайтадан бастырып қоям. Осымен мынау міне қайнасын, қақпағын жауып қояйын. Ал қазір мынауымызды қуырып аламыз. Мінекей мына веерді үзбей алуға тырысып жатырмын. Жаңағы веер пісіп кетті ғой, сондықтан мына веерді тез осы арада 2-ақ минут қайнаттым, сол маған жетті. Себебі кішкентай ғой мен баклажандан. 4 минут деген көп екен. Мінекей мынаған салу керекпіз ғой мыналарды. Әкеліп мына шамалы қаттылап алғам жақсы болған екен. Қорықпай әкеліп сала беремін. Үзіліп кетеді деп ойымдамаймыз. Бәрібір қуырылған кезде піседі ғой бұлар. Мен баламда айқайлап жатыр. Енді мына әрбір ішіндегі несіне тигені жақсы. Қазір аударып, мына майға салып қуыра қоямыз. Ана келесі баклажандар суда пісіп жатыр. Баламда айқайлап жатыр. Атасынан қашып кетеді. Мынаны веері болып осылай тұрған жақсы. Бәрі жері неге салынды. Барлық жері батты. Енді осылай қуырамыз. Қолмен жасайыншы. Тоже барлық жері батты. Осылай веермен әкеліп саламыз. Барлық жері батты. Барлық жері батты. Мына үзіліп қалғаны. Енді осы қуырысын екінші жағын аударам. Қазір мен тез балама барып келейін. Мінекей қуырылды. Екінші жағын аудардым. Қазір болды. Осыны пісіріп алу керекпіз. Күйіп кетпей тұрған кезде
кетпей тұрған кезде мінекей үлкен вееріміз. Міне. Осылай камераны жоғары қойып істеуім керек екен ғой. Міне екі жағына қарай арманыс міне былғап алып, мінекей тамаққа саламыз. Мына жерде де тағы міне үлкен веер. Міне арманыс екі жағын былғап алып, жаңағы соусымызға аз болып қалды, көрдіңіздер ме? Сонда неше жұмыртқа салдым мен? Баклажандарыңыздың шамасына байланысты ғой. Мен бір 4 жұмыртқа салдым ау деймін. Осылай қуырып аласыздар. Босқа алғаннан бәрін кеткен жақсы ғой. Мына веер. Осы неге аунатылып. Мынаған жақсылап аунатып алайын. Мінекей. Тамаша балық сияқты. Қазір мен қасына укропты ұнтақтап, турап, көк жуамен қаймаққа араластырып, осының қасына қоямыз. Соған чеснок та қосуларыңызға болады. Қаймаққа укроп, чеснок, көк жуаны араластырып, соус осыған батырып жеуге нанмен. Өте керемет.